Осы мына 90 жылға дейін өмір сүрген кемпір шалдарда ешқандай проблема болмайтын. Олар кең адам болатын, мейірім көп болатын. Себеп олар зәрулік пен мұқтаждықтың шеңберінде өмір сүрген адамдар. Зәрулік пен әлге біз айтып отқан мұқтаждықтардың деңгейінде өмір сүрген адамдар болады. Былай қарай не басталды? Люкс басталды. Мәселен, қазіргі қоғамда неге мейірімсіз? Ақша жоқ па? Бар. Үй жоқ па? Бар. Көлік жоқ па? Бар. Бәрі бар. Бәрі бар. Неге онда әділетсіздік көп? Неге? Себебі біреу Алматыдағы Самал микрорайонында тұрғысы келеді. Самал микрорайонында тұру үшін не істеу керек? Ақша табу керек. Біреу Фарабидан жоғары жаққа тұрғысы келеді. Оған не табу керек? Ақша табу керек. Ақша аспаннан не жатқан жоқ? Жауып жатқан жоқ. Ешкім еңбегімен не қылып жүрген жоқ. Керемет еңбегімен тауып жүргендер бар шығар. Аз ғой. Аз. Сол әлге біздің ауылдың шалдарының айтатын әңгімесі. Мына адамдардың арасындағы талас дейді. Бар болғаны мына ішіп отқан сорпа майлы болсын деп, жеп отқан нанының үстіне аздаған сары май болсын деп таласып жүр мынаның бәрі. Бүкіл базардағы қырғын, бір-бірінің ақысын жеу, бар білесің бе бар болған не? Мына көйлегім сәл кішкене не болсын? Қымбат болсын, сойған соғым сәл шүйгім болсын, майлы болсын деп атқан нәрсе. Астындағы көйлегім сәл жақсырақ болсын деп атқаннан туып атқан әңгіме. Түгел солай.